Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстанның демографиялық жағдайы қазіргі көзқараспен. Бүгінгі сабақта біз бұл презентацияда Қазақстанның қазіргі демографиялық жағдайын, халық санының өсу динамикасын, этникалық құрамын, табиғи өсім мен көшіп-қону процестерін, сондай-ақ демографиялық жүктеме мен жұмыссыздық деңгейін талдайтын боламыз. Халық санының өсуі мен құрылымына келетін болсақ, 2024 жылдың басында Қазақстан халқының саны 20 миллионнан асты. Бұл ел тарихында маңызды меже деп санауға болады. Оның ішінде қала халқы 12 миллион 500, 12,5 миллион 779 мың болса, ауыл халқы 7 миллионнан астам. Енді олардың ішінде ерлер санына келетін болсақ, 9 миллионнан астам отыр. Әйелдер саны 10 миллионнан астам. Сонда бізде әйелдер саны көп және қала халқының саны көп болды. Келесі этникалық құрамның ерекшеліктеріне келетін болсақ, қазақтар 14 миллионнан астам болса, орыстар бізде 2 миллион 3 миллионға жақын, өзбектер аз 3,3% құрап тұр, оңтүстік өңірлерде ол да болса. Яғни табиғи өсім және көшіп-қону динамикасына келетін болсақ, туу көрсеткіші бойынша 2024 жылы бізде тірі туғандар саны 39.310 болатын болса, 309.010 болатын болса, мысалы өлім көрсеткішіне келетін болсақ, ол 110.867 адамды қайтыс болды деп есептеп көрсетіп тұр. Табиғи өсіп жалпы бізде жалпы айтқанда 19.844 адамды құрап тұр. Көшіп кету қону санына келетін болсақ, бұл жерде бізде 11.696 адам көшіп қонып өсуі тіркелді. Сонымен қатар бізде демографиялық жүктеме және еңбек ресурстарына келетін болсақ, демографиялық жүктеме еңбекке жарамды жастағы халыққа түсетін экономикалық және әлеуметтік ауыртпалықтың көрсеткішінің маңызды көрсеткіші болып саналады. Қалалық және ауылдық тұрғындарының таралуына келетін болсақ, бізде мысалы осы көрсеткіш арқылы көруімізге болады қала саны және ауыл санының көрсеткіші. Келесі жұмыссыздық деңгейі және әлеуметтік жағдайға келетін болсақ, жұмыссыздық 2025 жылғы 3-ші тоқсанда жалпы жұмыссыздық деңгейі 4,6% болса, әйелдер арасында жұмыссыздық ерлерге қарағанда сәл жоғары болды, ал 4,5% Қарағандыда мысалы ең төменгі жұмыссыздық деңгейі тіркелген облыс. Маңғыстау, Павлодарда жұмыссыздық деңгейі орташадан жоғары өңірлер болып саналады. Қала мен ауылдағы жұмыссыздық деңгейі тең болғанымен, өңірлік айырмашылықтар әлеуметтік саясатта ерекше назар аударуда талап етеді. Өмір сүру ұзақтығы мен денсаулық көрсеткішіне келетін болсақ, Қазақстанда халықтың денсаулық жағдайы мен өмір сүру ұзақтығы оң динамикасы байқалады. 2016 жылдан бері өмір сүру ұзақтығы жылға ұзайып, қазіргі уақытта 72,3%-ға дейін жетті қазіргі уақытта бізде. Яғни, бұлайша айтқанда өмір сүру ұзақтығы жақсарды деген сөзді мағына білдіреді. Демократиялық саясат пен стратегиялық жоспарларға келетін болсақ, Қазақстанның болашағын айқындайтын демократиялық саясаттың негізгі бағыттары. Мысалы, Қазақстан 2050 стратегиясы еңбек ресурстарын тиімді пайдалану, білім мен денсаулықты жақсарту, әлеуметтік тұрақтылықтың жолдары. Қорытындылай келе, демографиялық Қазақстанның болашақ халық саны мен құрылымының өзгеріс елдің экономикалық және әлеуметтік дамуының тікелей әсер етеді. Демографиялық процестерді зерттеу мен басқару тұрақты даму мен халықтың әл-ауқатын арттырудың негізі болып саналады. Бүгінгі сабақта біз демографиялық Қазақстанның болашағы жайында нақты зерттейтін боламыз.